айтшы. Айтайын, мына жер бетін бәрін қарады. Жер бетінде бәрі кезінде қазақтар болған екен. Жақында Бразилияда болды. Бразилия деген үлкен бір континент бар. Сол Бразилияда болған кезде, сол Бразилия континентін қазақтар ашты. Қаянды маған өтірген деді, мақтануға болады, бірақ былай мақтану ұят болады. Мен сен айтам, бірнеше ғасыр бұрын, сонда Қаскелеңде тұратын бір қазақ көшкен сол жаққа. Барғанда құдасын шақырған, жиен нағашын шақырған көршілерін осы біраз жиналды. Содан осы біраз ел болдық-ау деп, осы артынан Бразилия болды. Ой, деген мақтылар. Оны айтасың. Мына Аргентина деген, Аргентина футболы мықты, онда қазақтар екен. Ой, айналай, олар да қазақ па сөз? Онда қазақтар өткен. Орта жүзде Арқан жерінде Арғын деген рулар бар. Біздің Арғын ғой өсіп та жетімді қазір. Бар, құлсуатты қаршықыз. Арғындар ба? Көрдің бе? Бар екен. Бұлардың аталары бірнеше ғасыр бұрын сояққа барып, сол континентті ашып, Арғын тида болып кеткен аршақ. Сен оны айтасың. Оңтүстік Америка бар ма? Индейцтер бар ма? Олар да қазақтар. Ой, құрма. Мен саған айтайын. Ал керек болса. Олар сондай жау жүрек. Осы баласы келген ғой. Апа, шай ішейікші деген ғой. Осы апасы шай құйып берген. Аузы күйіп қалған. Ой деп. Апа шай деген кезде ғой. Апа шай деген. Апа ши деген. Қазақ деген мықты. Мен саған айтайын. Ду бол, шабара қойып жіберейін. Мен саған айтайын. Мен саған айтайын. Адамды қош. Айтшы. Адамды қош. Солтүстік Антарктида бар. Мұз айдыны, мұз айдыны. Сол жердегі пингвиндер 7-ші атасы қазақтар дейді. Шынымен де олар қазақтар. Мен баяғыдан бері ойлап жүрдім, осы пингвиндер біздің қазақтарға ұқсайды. Өзі мына мұздың мұхиттың жанында күчік жүзге көрініп тұрады ғой барлығы. Жүрістері де біздің қазақтарға ұқсайды ғой. Қолын былай арқасына салып алды да концертке кешіп келген қазақтар сияқты. Былай жүреді. Қазақ деген мықты қалыппыз ғой. Қазаққа бір ду болып, бір шапалақ. Шынымен де біздің қазақ бүкіл әлем жоғында болған деді. Мысалы Албания деген мемлекет бар. Албания деген мемлекетте өзіміздің албандар тұрады. Словения деген мемлекетте суандар тұрады екен. Дания деген мемлекетте дулаттар тұрады екен. Мен саған айтайын, Угандада уақтар, Кореяда керейлер тұрады. Вьетнам деген мемлекет бар. Вьетнам. Жоқ, айтшы, тыңдасайшы. Вьетнам деген мемлекетте бетінен нан жауып алып ұйықтайтын қазақтар тұрады екен. Баяғыда бір бала болған ғой. Вьетнам деп балалар мазақтайды. Сосын Вьетнам болып кеткен ғой, кейін көрдің ба? Мен саған айтайын, мына баяғыда Орақбай мен Парақбай деген бір екі шал болған екен. Екеуі бір-біріне ренжіп, екеуі екі жаққа кетіп қалған ғой. Кейін біраз жылдан кейін Орақбай Уругвай болып кеткенде Парақбай Парагвай болып қойшы. Қазақтар деген мықты халық. Мына мен саған айтайын, Жапония деген мемлекетте жалайындар мен жақайындар тұрады екен. Көрдің ба? Мен саған айтайын, Германияда Конрад деген жер бар. Германияда Конрадта өзіміздің кәдімгі Чимкентский Конрадтар тұрады екен. Конрадтар барам деймін соған барғанда. Міне, біздің қазақ деген мақтыға ду бол, шапалақ. Айтшы. Арқан ұстаптыр мен. Айтшы. Біз қазақ деген мақтыға сын айтайын. Біздің мынау Қазақстанымыз бар ғой. Әрбір облысы. Жоқ, сен айтпа, қазақ мына ет жегенін айтсайшы. Ой, қазақтың ет жегені ешқандай. Талай мемлекетке бардым, талай елдер аладым, талай жерге бардым бар ғой. Бірақ қазақ сияқты ет жейтін біздің бірде-бір мемлекетті көрмедім. Рас қой. Мысалға Көкшетау, Қарағанды, Астана жаққа барсам, қонақ келіп алсам, бір жылқын сразу сойылды. Астауға кәдімгідей бір жылқын етін тауып белің майысып сорғадай болып келесің. Сорғады. Қамырын таба алмайсың. Салып жіберіп қолды 2 сағаттан кейін сорғада бір қамыр тауып аласың. Қазақ арта, жал-жал бәрі тұрады. Ал Атырау жаққа барсам, Құдайға шүкір, балықтың түр-түрі бар. 88 түрін жейсің балықты. Икраның түр-түрін жейсің. Қызыл бар, қаразы бар, анау бар. Егер бір депутат келіп қалса, Каспийге сүңгі деді, дельфин алып келеді олар. Дельфин? Ал мен саған айтайын, мынау Шымкент сияқты ет жейтін бірде-бір халықты көрдім. Шымкент деген бөлек болады. Шымкентке барсаң деген Құдай-ау, олар жаңа қонаққа барсаң болды, музыкамен барсаң болды.
кіргеннен бүйтіп барасың ғой кіргеннен бүйтіп өзің қалай билігіңді білмей қаласың бүйтіп қалай отырғаныңды білмей қаласың олар келеді етті аямайды ғой аямайды құлақты сразу бір ойды алып келеді дәу ойды мә деп сойып жібереді сосын ет қалып келеді көзінше мәйде сосын палау алып келеді мынандай ет жоқ бірақ жаңағы қой келатыр асып көрсейші қой келатыр қойды мәйдалап турайды да төрт көсек еттің үстіне толқын лақтырды төрт көсек жоқ анау ет көп қой мына жақта просто палаудың үстіне ана төрт көсек ет әдемі тұрады да ана біз сияқты қонаққа барғанда біз төрт көсек етке қараймыз 10 адамның көзі 20 көзі болады 20 көзі төрт көсек етке қарап тұрады оны бірден алып жеуге болмайды ұят болады астынан жейсің шұқылап ана шұқылаған кезде ана ет түседі ғой тақып кізіп аузыңа шақып кізесің сосын етті төгеді ғой анау құлаған қазаққа бір ду ол сапалап нағашыке мынау біздің қазақстанымыз құдайға шүкір қазақстанымыздың мынау әрбір облысы өзінше астана мен айтайыншы шын айту керек қазақстан деген қазір бүкіл әлем таниды бүкіл әлем бізбенен санасатын болды әрбір облысы астана болатындай жағдайға жетіп жатыр көкшетау сұлулықтың астанасы бер жағында астана өзіміздің қазақстан республикасының астанасы мына жағында қарағанды көмірдің астанасы мына жағында келесі былай семей ақындардың астанасы бер жағында жер жарады жетісу өзіміздің алматы оңтүстік астанамыз былай барасыз тараз ескі астаналарымыздың бірі қаншама жылдар болды ары қарай барасыз шымкент ақымақты ақ алтынның астанасы ары қарай барасыз түркістан өзіміздің рухани астанамыз ары қарай барасыз қызылорда ырысты күрішті қызылорда күріштің астанасы ар жағында аральский эмираты аральский эмираты арабский эмираты кезінде аральский море болатын ғой қазір бұл жерде теңіз жоқ қазір мұнай шығып жатыр былай қарасаң сол жерде мұнайдың астанасы болады арал тұздың астанасы міне қазақ деген мықты қалып тұл болып шығып жатыр нағашыке айтшы ары қарай не айтшы ары қарай не дейсің айтшы ары қарай батыс қазақстан орал европадан азияға азиядан европаға кіретін қасиетті қақпа олай жүресіз олай атырау қазақстан республикасының мамандандырылған астанасы атырау қалай келесіз киелі маңғыстау қазақстан республикамыздың теңіз бен флоттың астанасы әй бәрекелді қалай келесіз ақтөбе ақтың астанасы ол жерде кефир шығарады ма не кезінде ол жерде 5 завод арақтың заводы бар ақтөбе жасаса қазақтың бір ерекшелігі бар ғой қазақты былай оқысам да қазақ былай оқысам да қазақ неге қазақ өйткені қазақ барлық жерде де қазақ қазақ енді жасасын қазақстан жасай берсін музыка қайда жүрсең атамекен көкейіңде жатады екен күннің өзі қимай отыр ұясына батады екен жасыл жайлау түкті кілем көк кілемде қоймаймын көк кілем айдарынан сипап өткен самалды қазағымның алақаны деп білем қайда жүрсем атам
uyasınlar bana ne diyor